Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін өте нәзік болып шығатын, сочный әрі әдемі болып шығатын селедка под шубой салатын жасаймыз. Ең алдымен селедкамызды, менде ашылған сельд, ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды да ұсақтап тураймыз. Екеуін бір ыдысқа біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Үстінен осы сельдтің майынан 1-2 қасық қосып жіберсеңіздер де болады. Салатымызды жинай бастаймыз. Ол үшін осындай кольцо керек. Тарелкаға кольцоны орналастырып, ең бірінші слой менде картошка. Картошканы тегістеп аламын. Үстінен майонезді осылай бір келкі құйып, оны тегістеп, үстінен жаңағы селедкамыз бен пиязымыздың смесін салып, бір текті қып жаямыз. Слойымыз тегіс болғаннан кейін үстінен майонезді құйып, тағы да тегістейміз. Оның үстінен жұмыртқамызды ағы мен сарысымен бірге теркадан өткізіп, оны да слойын түзелейміз. Оның үстінен тағы майонез жағамыз. Одан кейінгі қабатымыз сәбізімізді теркадан өткізіп, үстінен майонезімізді жақсылап жағып, тегістейміз. Және ең соңғы слойымыз қызылша. Оны да теркамыздан өткізіп, тегістейміз. Кольцоны шығарған кезде жоғары қарай қысып тұрып шығарамыз. Үстін осылай әсемдеп, майонезімізді жағып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де осы салатымыздың жақтауына осындай укропты әдемілеп қойып шықтым. Оның үстінен гранатпен әсемдеп шықтым. Осындай селедканың подачасы маған өте қатты ұнайды. Кесіп кусок ретінде бергенге де өте ыңғайлы және слой болып әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде осы әдіспен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сондай-ақ арнамда көптеген басқа да рецепттер бар, сіздерге көмегі тиеді деген ойдамын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Жанар.